Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай аса көп затты қажет етпейтін үйдегі бар заттармен жасалатын 3 стакан атты тортымызды дайындайтын боламыз. Ең алдымен таза ыдысымызға бір жұмыртқамызды жарып, бір стакан шекерімізді салып жақсылап араластырамыз. Жақсы араластырылған жұмыртқамыз бен шекеріміздің үстіне бір стакан айранымызды құйып, жақсылап оны да араластырамыз. Сосын бір стакан ұнымыздың үстіне 2 ас қасық какаомызды салып, 1 шай қасық содамызды да салып, жақсылап ситадан өткізіп араластыратын боламыз. Ал енді дайын болған массамызды диаметрі 20 болатын кольцомызға құйып, қызып тұрған 500-170 градуста 40-45 минутта пісіп шығатын болады. Ал енді креміне келетін болса, кәдімгі қаймағымызды салып, Қазақстан шоколадын ерітіп қойсаңыздар болады, немесе вареная сгущенканы салып, жақсылап екеуін араластырып, бір шетке қойып қоямыз. Ал жаңағы пісіп болған корждарымызды осылай беткі бөлігін алып тастаймыз. Ол бізге қазір сәндеуге бетіне керек болады. Және де осылай 2 немесе 3 бөлікке бөлетін боламыз. Сәлге суытып қою керек. Ал енді жаңағы торттарымызды жинастырып бастаймыз. Кремімізді жағып, видеодағыдай көрсетілгендей етіп жасасаңыздар болады. Ал астарыңыз дәмді болсын. Ұнаса маған лайк басып, комментарий жазып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.